Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписать етің баларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. 16 тамыздың түнімен таңертең Атырау облысының солтүстігінде тұман күтілуде. Өңірде өрт қаупі жоғары. Атырау, өрт қаупі жоғары деңгейде. Батыс Қарағанды облысында аздаған жаңбыр мен найзағай. Ал оңтүстік пен шығыста жаңбыр мен найзағай күтілуде. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында солтүстік-батыс жел 15-20 метр/секунд жылдамдықпен соғады. Өрт қаупі жоғары, ал облыстың батысында, шығысында және оңтүстігінде өрт қаупі жоғары. Қарағандыда күндіз қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай күтілуде. Күндіз солтүстік-батыс жел 15 метр/секунд жылдамдықпен соғады. Өрт қаупі жоғары. Ұлытау облысының солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең аздаған жаңбыр мен найзағай күтілуде. Оңтүстік пен шығыста, сондай-ақ облыс орталығында солтүстік-батыс жел 15-20 метр/секунд жылдамдықпен соғады. Өрт қаупі жоғары. Жезқазғанда бүгін таңертең және түстен кейін солтүстік-батыс жел соғады. Оның екпіні 15-20 метр/секундқа дейін жетеді. Өрт қаупі жоғары. Жетісу аймағының солтүстігінде, шығысында және таулы аймақтарында қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай күтілуде. Шығыста солтүстік-батыс жел 15-20 метр/секунд жылдамдықпен соғады. Күндіз температура 35-39 градус Цельсий болады деп күтілуде. Өңірде өрт қаупі жоғары. Солтүстікте өрт қаупі жоғары. Талдықорғанда күндіз 37-39 градус Цельсийге дейін қатты ыстық күтілуде. Өрт қаупі жоғары. Маңғыстау облысында солтүстік-шығыстан соққан желдің жылдамдығы облыс орталығында 15-20 метр/секунд болады деп күтілуде. Облыстың батысында, ал солтүстік-шығысында және орталығында өрт қаупі жоғары. Ақтауда өрт қаупі жоғары болады деп күтілуде. Ақмола облысында жаңбыр мен найзағай күтілуде. Түнде облыстың солтүстігінде қатты жаңбыр, ал күндіз облыстың солтүстігі мен шығысында қатты жаңбыр, бұршақ және бұршақ болады. Облыстың батысында шаңды дауыл күтілуде. Облыстың батысында, солтүстігінде батыс желдің жылдамдығы 15-20 метр/секунд болады. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда түнде және таңертең жаңбыр мен найзағай болады деп күтілуде. Өрт қаупі жоғары. Күндіз Жамбыл облысының таулы аудандарында қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтілуде. Оңтүстік-батыс пен солтүстік-шығыста, сондай-ақ облыстың таулы аудандарында таңертең және күндіз солтүстік-батыс желдің екпіні 15-20 метр/секунд болады. Күндіз қатты ыстық 38-40 градус Цельсий сақталады. Өрт қаупі жоғары. Облыстың шығысы мен оңтүстігінде өрт қаупі жоғары. Таразда солтүстік-батыс желдері күндіз екпіні 15-20 метр/секунд болады деп күтілуде. Өрт қаупі жоғары. Ақтөбе облысында оңтүстік-батыс желдері күтілуде. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында күндіз батыс желдері 15-20 метр/секунд болады. Облыс орталығында өрт қаупі жоғары. Облыс бойынша өрт қаупі жоғары. Ақтөбе облысында оңтүстік-батыс және батыс желдері күндіз екпіні 15-20 метр/секунд болады деп күтілуде. Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында түнде және таңертең тұман күтілуде. Күндіз облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде батыстан соққан желдің жылдамдығы 15-20 метр/секундқа дейін жетеді. Өрт қаупі өте жоғары. Облыстың батысында және солтүстігінде өрт қаупі жоғары болады деп күтілуде. Түнде және таңертең Оралда тұман күтілуде. Күндіз Алматы облысының таулы аймақтарында қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтілуде. Оңтүстік-шығыстан соққан жел күндіз батысқа ауысып, солтүстік облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аймақтарында 15-20 метр/секунд жылдамдықпен соғады. Күндіз 35-38 градус Цельсийге дейін жоғары температура күтілуде. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында өте жоғары өрт қаупі сақталады. Облыстың оңтүстігі мен орталығында жоғары өрт қаупі бар. Алматыда күндіз 35-37 градус Цельсийге дейін жоғары температура күтілуде. Өрт қаупі жоғары. Қонаев қаласында бүгін түстен кейін 36-38 градус Цельсийге дейін қатты ыстық күтілуде. Өрт қаупі жоғары. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.